жиналғандағы басты мақсатымыз сонау жылдары Қазақстан магниткасының алып құрылысына еліміздің түкпір-түкпірінен комсомолдық жолдамамен 3000-ға тарта қазақ жастары осы Құрышқалаға жиналған болатын. Өйткені сол кездегі саясат бойынша алыста ауылда жүрген металлургия дегеннің не екенін білмейтін қарапайым қазақ балаларынан осы кәсіпті игеруге, жаңа мамандық игеруге, мына магнитканың құрылысына атсалысуға сондай мемлекеттік жоспар болған еді. Міне бұны айтып отырғанымыз, өткен жылдан бері біздің елімізде серпін 2050 бағдарламасы бойынша мемлекеттік бағдарламаның еліміздің оңтүстік өңірлеріне осы біздің қаламыздағы мынау киелі Қарашаңырақ, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетіне 300 жас келіп, техникалық мамандықты меңгеріп жатыр. Кездесу кеші Теміртаумен тоғысқан тағдырлар деген атаумен өтті. Кеш жүргізушісі қаламыздың белгілі ақыны Руза Алдашев айтпақшы, бұл екі ұрпақ өкілдерімен тағылымды кездесу болды. Яғни, сонау 60-шы жылдары Теміртауға жолдамамен келіп, осы қаламен бірге жасап келе жатқан аға буын өкілдерімен серпін мемлекеттік бағдарламасымен еліміздің 5 аймағынан келген жастардың алғашқы бас қосуы болып отыр. Бүгінгі өткізіп отқан шара біздің президенттің күніне арай өткізіп жатыр, ұйымдастырылып жатыр. Бұның негізгі мақсаты сонау 50-ші жылдары Қазақстан магниткасына келген жастар және де осы серпін бағдарламасы бойынша келген жастарды жүздестіріп, кездестіру, осылардың арасындағы сабақтастықты жалғастыру, осы кісілердің өмірінен, жаңа жүріп өткен жолдарынан үлгі алу, сондай мақсатта ұйымдастырылып жатыр. Енді осындай кездесулер, осындай арасулар әлі алда болып тұрады деп ойлаймыз. Бұл барлығы ғибратты өмірлерінен үлгі алсын, жаңағы жастар мысалы келесі Теміртаудың соғына шыдамаймыз, ауырамыз, сөйтеміз, қайтамыз деген әңгімелер де болды, жасыратыны жоқ. Бірақ та жаңа ана кісілердің әңгімесінен уже ой түйіп жатыр балаларымыз. Сондықтан осындай іс-шаралар өткізіп тұрған енді біз үшін маңызды деп ойлаймын. Кештің қонақтары Теміртау қаласының қадірменді азаматтары, осы қаланың тарихында өз қолтаңбаларын қалдырған отбасылары. Солардың бірі Ильяс Баймұрзаев. Ақсақал сонау 1956 жылы Қазақстан магниткасына комсомолдық жолдамамен келген қазақ жастарының бірі болатын. Осында келгеннен кейін бәрімізді анау палатаға ешқандай мына қала жоқ болады сол кезде. Қала жоқ. Бәрімізді палатаға, әйтеуір бір общежитияларға орналастырды. Бір этажды, екі этажды, екі үй болды осында, бастау жақта. Содан жұмыс істей бастап, алдында ең алғашында құрылысшы болдық. 4 жыл құрылыста жүрдік. Нағысы кранның оқуын бітіріп, краншы болды. Ильяс ақсақал мен Рахима апай жарты ғасырға жуық өмірін осы қаламен тығыз байланысты. 1956 жылы комсомолдық жолдамамен Қазақстан магниткасына келгенде Ильяс Баймұрзаұлы 18 жаста болатын. Осы қалада еңбек етті, осы жерде өсіп өнді. Ильяс ақсақал өмірлік серігі Рахима апайды Теміртау қаласында тапты. Рахима Әжібайқызы да 1956 жылы комсомолдық жолдамамен Қазақстан магниткасына келіп, қазақ қыздар арасында алғашқылардың бірі болып кран жүргізген еді. Ардагерлер сол бір шақты толған іспен еске алды. 60 жылы болып, 61 жылы енді мен партияға өттім Домлисекта. Сол кезде мен бірінші тума балам енді беліс болады деп алдында ойлаған. Соның кейін бұл кісіні больницаға барып, роддомға қайтып келіп үйде жатсам, анау біздің онда кезде не бар, радио сөйлеп жатыр. Жас ұландай жайнап өскен Теміртаудың қаласы. Бітті, жас ұлан болады деп. Соның кейін бұл кісіге барып жаздым ғой, ұлан деп. Соның кейін ұлан болды. Екінші бала әлі патриоттығымыз кетпеген Марлен. Осы кештің тағы бір қадірлі қонағы Сейілбек пен Раушан Серікбаевтар отбасы. Бұл да теміртаулықтарға жақсы таныс есімдер. Сонау 1970 жылдар Алматыдағы Казгуді бітіріп, жас маман ретінде жолдамамен осы Теміртау қаласына алған еді. Міне сол жылдардан Сейілбек ағай мен Раушан апайдың алдынан талай студенттер дәріс тыңдап, еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет етуде.
аудиторияға келдім. Осындай лық толған 8 группа ПГС, 2 группа СДМ, 2 группа ВК, общей сложностью 300 адам отырады. Микрофон деген жоқ. Мен дауысымды естіп отырсыздар ғой, да? Сонда шығып тұрған дауыс, 35 жылда. 300 адамға лекция оқу деген ол оңай жағдай емес. Сонда айтайын дегенім қазір айтып кеттім ғой, көзіме қуаныш жасы келіп тұрды. Сол 300 адамның ішінен көзіме 1-2 қазақ түссе, төбем көкке жеткендей болып қоямын. Онда да олар орыс мектебіне келген қазақтар. Ал енді мінекей сіздерге қараңызшы. Қандай жағдай туғызып, нетіп отыр? Айтып кетейін, содан кейін Ишмұхамед ағай туралы айтам ғой. Осыған қуаныңдар айналайын. Сіздер біздің болашақтарымыз. Оқуды дұрыстап оқу. Білімді дұрыстап алуға тырысыңыздар. Біздің болашағымыз ертең Қазақстанның жетіспей тұрған жерлерін толықтырып, жетістіретін сендерсіңдер. Ардагерлер сол жылдар университеттің ректоры Нариман Ишмұхамедовтың жас мамандарға жасаған қолдауымен жанашырлығын әлі күнге ұмытпай айтып келе жатқандығын айтады. Бұл өз ұлтына деген, өз ұлтының келешегіне деген қамқорлық, сүйіспеншілік екендігін ардагер толған іспен айтты. Сондай қамқорлық, жанашырлықты бүгін елімізде серпіндік жастарға елбасы да көрсетіп отыр. Сөйлестік. Сіздер өтірік маған шын 2 сағаттың ішінде маған 2 комнаталы квартира берді. Қолдап, жас мамансың деп, үйшей. Нең бар, дүниең бар ма деді, квартира алдың ғой енді. Жатады төсек бар ма? Жоқ, 2 чаманамен келдім, басқа шенгем жоқ дедім. 2 ай зарплатымды алдын ала берді. Олса, давай ең бірінші койкаңды ал, столыңды ал, отыратын скамейкаңды ал. Сондай азамат. Ол сенді қазір одниелік болып кетті. Әрине, бертін жұмысқа кірісіп кеттік. Ол кісінің құрметін мен 2 адам ұтпаймын. Қара топырақтың астына түскенше ол кісінің жақсылығын жалғыз маған емес, жалпы қазақ азаматтарына жасаған жақсылық ол кісінің менің әрдайым көз алдымда тұрады. Сейілбек Бегімбекұлы осы Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің жоғарғы математика кафедрасында 36 жылдық қызмет жасады. Әлі күнгі жастарға білім беріп, өз өмірімен үлгі болып келеді. Ал Раушан Асылбекқызы осынша жыл әскери еңбекпен қорғау кафедрасында аға оқытушы болды. 22 жыл кәсіподақ комитетінде қызмет етудің өзі мол еңбек. Біздің қаладағы Раушан саудайының осылай аталуы Раушан Байзаққызының есімімен аталған біреу білсе, біреу білмес. О кезде бәрі орысша. Магазиндердің аты, бұл ең бірінші қазақ аты қойылған универсам, Раушан деген триада. Біз өз соның қасында тұрдық. Мен айтам, менің қандай о кезде әкім қазақ болатын қалада, әкім болып о жерде Мергород деп атайтын о кезде. Сол кісі қазақ болатын, мен айтам, менің қандай еңбегім бар енді, менің атым не. Енді бірінші рет қазақша қойып отырғасын, сол үйдің қасында тұрасыз, 3 баланың анасыз, білдей институттың мұғалімісіз, неше бір жыл жұмыс істеп, сөйтіп сіздің атыңызды қоямыз дегесін. Жарайды, жақсы деп өзім ашып, әгі лентасын қиып, сол магазин ашылған. Әркімге шейін бар. Ал Төлеутай Байғабатов Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінде әлі қызметін жалғастырып келе жатыр. Ардагер Қазақстан магниткасына 1958 жылы комсомолдық жолдамамен келген қазақ жастарының бірі болатын. 1958 жылы мен комсомол жолдамасымен салынып жатқан Қарағанды металлургия заводына келдім. Содан кейін бізді сол 58 жылдың күзінде 250 адам Свердловск облысының Нижний Тагил қаласына жіберіп, Нижний Тагил металлургия комбинатында мен жұмысшы мамандығын алдым. Төлеутай Смақұлы университетке 1974 жылы келген еді. Міне сонан бері білікті оқытушының алдынан талай жас мамандар дәріс тыңдады. Бұл күндері ардагер серпін бағдарламасымен келген жастарға да дәріс беріп келеді. Тағылымды кездесу кешінің тағы бір қонағы Бірлікбай Ордабаевтар отбасы. Теміртау қаласымен бірге жасап келе жатқан жандардың бірі. Ардагерлердің әңгімелерін студенттерді қызыға тыңдады, үлкен әсер алды.
Жалпы бүгінгі кездесуде осы оқу орнында, осы оқу орнының қабырғасында осыдан бірнеше жыл бұрын білім алып, білімдеріне сусындап, үлкен ел ағасы болып елге қызмет етіп, елбасымызбен бірге егемен еліміздің еңсесін көтерген үлкен ақсақал аталарымыз және ардақты апаларымыз, аналарымыз келіп отыр. Бүгін енді тағдылары тоқтығысуы және тарих сабақтастығы болды деп ойлаймын. Біз үшін үлкен өмірлік тәжірибе сабақ алдық біз бүгін. Енді болашақта бізде білім шыңын қуалап, үлкен еліміздің еңсесін көтеруге үлкен үлесімізді қосамыз деген үміттемін. Бүгінгі кездесу тамаша өтті. Негізі бүгін өткізіп жатқан семинар, яғни кездесу өте қарқынды және ақсақалдарымыздың ақылын тыңдап, яғни осы ақсақалдарымыздың арқасынан елімізді осы Теміртау қаламыздың көркейіп жатқанын көріп жатырмыз, біліп жатырмыз. Осыдан 50 жыл алдын келді. Яғни сол ақсақалдардың арқасынан көркейіп жатқанымызды көріп жатырмыз. Енді осы Құдай қаласа, осы ақсақалдарымыздың бізге жолын берсін, жолын жалғастырамыз деп біз сертпен, яғни үйлерін айта аламыз, яғни. Және осы Қазақстан қазір болашақ біздің қолымызда, яғни Теміртау қаласын, яғни бұдан да әрі көркейтеміз, дамытамыз деп мен сеніммен айта аламын.